Өкінішке орай, барлық анализдер осындай болып тұр. Бірақ қуанатыны доброкачественный тұр екен. Бірақ уайымдамаңыз. Біз жақсы дәрігерлерге тапсырамыз. Тағдырдың сынағы шығар. Біз бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Алланың ісіне тәуекел. Жарайды, жақсы сау болыңыз. Анашым, неге көңіл күйіңіз жоқ? Бәрі жақсы, қызым, бәрі жақсы. Менің анализдерім қалай? Бәрі жақсы, құлыным, бәрі жақсы. Еркін, балам, жата бермей тұрда қоқыстарды тастап кел. Осы бір күн демалыста адамды жатқызбайсыңдар. Сонда балама осы жұмыстың барлығын мен істеуім керек пе? Сол баланы жұмсай бермей, өзіне ақ төгіп келсең болады ғой. Иә, сол баланың сөзін сөйле. Сол баланы тәртіпке салатын әкесі емессің бе? Қойшы айналайын. Тыныш отырып телевизор көрейік. Сенікі жайма? Кімсің сен? Кім болсам да сенің құтқарушы періштеңмін. Періштесінес? Сен не деп кеттің? Енді мына жерде не істеп отырсың? Барлық нәрсе сол секіріп кетумен шешіледі деп ойлайсың ба? Сен не деп кеттің? Мен ешқандай да секірейін деп жатқаным жоқ. Алдымен мән-жайды біліп ал. Сосын қайда бара жатыр едің, сол жолымен жүре бер. Әйтпесе қазір айқайлап көмекке шақыратын болам. Қызғи, адамдарға көмектессеңді жақпайсың. Балалар, кез келген театр актерларының арманы Шекспирдің Ромео Джульеттасында ойнау. Ал сендердің армандарың орындалғалы тұр. Біз осы сәттен бастап Шекспирдің Ромео Джульетта пьесасымен дайындықты бастаймыз. Апай, бұл жақсы жаңалық болды. Бірақ махаббат жайында ойнау бізге әлі ерте емес пе? Менің ата-анам махаббатқа қарсы, сен әлі кішкентайсың дейді. Іңкәр, несі ерте, 13-те отау есі деген емес пе? Тем более бұл спектакль. Спектакль болса да ата-анам айтқан сөз мен үшін заң. Балалар, сонда сендер бұл пьесада тек қана махаббат жайлы айтылады деп ойлайсыңдар ма? Жоқ апай, мен бұл шығарманы оққанмын. Бұл пьесада махаббаттан да бөлек уәдеге беріктік бар. Маған бұл пьеса қатты ұнайды. Жарайсың, Гүлдана. Сен пьесаны түсініп оқыған екенсің. Иә апай, рахмет. Маған сенім артыңыз. Мен Джульеттаның рөлін жақсы алып шығамын. Апай, Гүлданаға сенім артайық.
Гүлдана үздік оқушылардың бірі емес пе? Апай, олай болса біз Джульеттаның кім болатынын анықтауымыз керек сияқты. Жан жағыма қарап тұрсам, бұл рөлге менен артық ешкім жоқ сияқты. Әсел, неге олай дейсің? Әсел, сенің өзіңе деген сенімділігің маған қатты ұнайды. Басты рөлді ойнайтын актер сол өзінің кейіпкермен бірге өмір сүру керек. Сонда кейіпкердің ішкі жан дүниесін бере алады. Келістік па? Сендерге не? Амандасуды мүлдем үйретпеген ба не? Еркін, не болды? Ашулысың ғой. Сендер еще сөйлейсіңдер ма? Тіл болғасын сөйлейміз. Не болып сонша, братан? Еркін, олай артық кетпе. Сен біздің мектепте оқисың, ұмытпа. Інім, бұдан бой артық сөйлейтін болсаң, мені көргенде қашатын боласың, түсінің ба? Братан деп қоясың, братанда қалай севау керектігін көрсем мен саған не? Жігіттер, зауыч келе жатыр. Не болады, жігіттер? Ағай, бәрі дұрыс, уайымдамаңыз. Дұрыс емес екен, мен ана жақтан көріп келе жатырмын. Еркін, түс алдыма. Сенмен басқаша сөйлесеміз. Так, Еркін, сен осы көше мен мектеп шатастырып жүрген жоқсың ба? Кешіріңіз ағай, негіз сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз. Солай ма? Сонда жаңа сен не істеген келді, айтшы. Үндемейсің, Онда мен айтайын. Сен өзіңнің әлің жететін, өзіңнен кіші сыныптың балаларына әлімжеттік жасағың келді. Дұрыс па? Ал ол заңға қайшы. Біздің мектепте тәртіп бірінші орында. Мысалы, менің саған әлім келеді. Сол себепті мен де заң бойынша саған шара көремін. Бастысы ата-анама айтпаңызшы, бүкіл наказаниеңізға дайынмын. Онда біздің мектептің театр үйірмесінің барлық тазалығы сенің мойныңда. Барлық жұмыстары сенің мойныңда. Егер де театр үйірмесінің жетекшісі сен туралы жақсы пікір айтса, онда жазаны сол уақыттан бастап тоқтатамыз. Түсінген сияқтысың ба? Түсінсең боссың. Жұмыс бүгіннен басталады. Апай, біздің үлкендер жақсы спектакль ойнайын деп жатыр. Біз сонда не істейміз? Біз қандай спектакль қоямыз? Сендер де сол спектакльге қатысқыларың келе ме? Жарайды. Олай болса тәртіптеріңе қарай мен сендерді де сол спектакльге қатыстыруға тырысам. Жарайды апай, қандай спектакль болмасын біз алып шығамыз. Жандарым-ау, сендер менің ең негізгі үміт күтетін шәкірттерім емессіңдер ме? Апай, үмітіңізді 100% ақтаймыз. Апай, Інжу дұрыс айтады. Үмітіңізді ақтаймыз, алдағы уақытта сіз біз сияқты шәкірттеріңізбен мақтанатын боласыз. Рахмет, жаным. Сендер қандай рөл ойнаймыз деп уайымдамаңдар. Сендер де сол спектакльге қатысасыңдар. Ромео Джульеттаның ауылы Веронаның тұрғындары боласыңдар. Түсіндім, апай. Айттым ғой сендерге, рөлсіз қалмаймыз, уайымдамаңдар деп. Біз сияқты нағыз талантты жастар театрымыздың мәртебесін көтереді. Біздің театр болашақта бізбен мақтанатын болады. Иә, дұрыс айтасың, Жансел бізбен мақтанады. Апай, мені білесіз қандай талант екенімді. Маған кез келген рөлді тапсырсаңыз болады. Қыздар, әлі асығыстық шешім қабылдамайық, оны уақыт көрсетеді. Дұрыс айтасың, Аружан. Каримахан, сен осы «я дұрыс айтасыңнан» басқа сөз білесің бе? Не бопты, жаман сөз айтып жатырмыз ба? Қыздар, қойындар, апайдан ет болады. Жандарым-ау, бұл үйірмеде әркімнің өзінің орны бар. Сондықтан сөз таластырмайық. Жарай ма? Кешіріңіз, кірсем болады ма? Кіре ғой. Бірақ біз актерларды қабылдап қойдық қой. Мен актер болу үшін емес, жай жас актерларға көмектесу үшін завучаға жіберді. Жарайды, онда бірігіп жұмыс жасайды екенбіз. Раяна, сен қазір туркамен жүрсең, Ферзаңнан айырылып қаласың. Сондықтан басқа жүрісті қарастыр. Шынымен де. Енді жылдамдат, әйтпесе уақытың кетіп жатыр.
Оны жеп кетіп жүр. Мә, Жания, саған шахмат ойынды кім үйретті? Маған шахматты атам үйретті. Атам кезінде бұл ойыннан чемпион болған. Енді менің де чемпион болғанымды қалайды. Тамаша, мені үйірмеге әкем берді. Әкем осы ойынға қатты қызығады, бірақ ойнай алмайды. Тым болмаса сен үйренде болсын да берді. Негізі шахмат ойыны жай ойын емес. Бұл ойдың ойыны. Кішкентай тақта үстінде көптеген жүрісті бір сәтте ойлап отырмасаң, ұтылып қаласың. Мәссаған, Жания, сен кәдімгідей қатты ойнайды екенсің. Сен де алда шахмат жақсы көре бастасаң, жақсы ойнайтын боласың. Рахмет, Жания, сен де мен де құрбы болса, әрқашан мақтанып жүрердім. Қыздар, қарап тұрсам, бір-бірлерімен жақсы тіл табысқан сияқтысыңдар. Жания, бізге жаңадан келіп жатқан Раянамен таныс болсаң, өзіңнің білгеніңді үйрете жүр. Жарайды ма? Жарайды, апай. Раяна екеуміз жақсы тіл табысып кеттік. Екеуміз жақсы құрбы болатын сияқтымыз. Мәссаған, бізге жаңадан жұмысшы келген ба? Жұмысшы емес, апайға көмектесуші. Сонда мәдениетті жерге мәдениетсіз адамдар кіргізген бе? Кешір, сен кімсің? Негізі мен өз жұмысымды жасап жатыр едім. Сен де өз жұмысыңды жасасаң. Кешір, ренжітіп алған болсам. Кешірімнің қажеті жоқ. Әсел, сәлем, қалайсың? Апай осында ма? Сәлем, қалайсың? Не осында? Сен өзі қайда жүрсің? Жаңа спектакльге дайындықты бастап кеттік. Басты рөлдерді де бөліп қойдық. Жарайды, түсіндім. Қалайсыңдар? Апайды көрдіңдер ма? Әжеміз, қалайсың? Қашан келдің? Осы жаңа келдім. Үйірмеде не жаңалық? Ой, жаңалық көп. Жақында жаңа спектакль қоямыз дейді апай. Сол спектакльге екеумізге тапсырып жатыр апай. Я, естідім. Рөлдерді де бөліп алыпсыңдар ғой. Абдулла, тем более екеуміз ойнасақ, бәрін таңғалдырамыз. Мен таңғалдырудан жалықпаймын. Бірақ мощный махаббат туралы спектакль сияқты. Бірақ өзің қайда жоғалып кеттің? Қаққа жоғалып кеттің? Жай, жұмыстарым шыққан. Бәсе, көп көрмей кеттің ғой. Арып қалдың ба, әлде бір жаққа қыдырып кеттің бе? Жоқ, бәрі де дұрыс. Бәрі жақсы болса болды. Жаңа қойылымда басты рөлді сен алатын сияқтысың. Қайдам ау, басты рөлді Әсел алып алған сияқты. Әжеміз, сен үлгермедің. Оны уақыт көрсетер. Спектакльді қоя тұрыңдаршы, өздерің қалайсыңдар? Мектепте мен жоқта не өзгеріс бар? Бірақ анау Еркін деген жоғарғы сыныптың баласы біздің үйірмеге апайдың көмекшісі қылып жұмыс жасатып қойыпты. Бәсе, қайдан көрдім десем? Жарайды, мен сыныпқа кеттім. Пока, әжеміз, жолың болсын. Әжеміз осы маған ұнамайды. Біртүрлі өзі. Іңкәр, біртүрлі деп айтпаш, адамның жүрегін ауыртып. Ертең мен спектакліндегі жұбым болып қалса тағы. Абдулла, жүрегің ауырмасын. Сен үйірмедегі ең крутой жігіт емессің бе? Аға, қайдан келе жатырсыз? Жаңа театр үйірмесінде жұмыс жасағанбыз. Мә, аға, үйде істемеген жұмысыңды мектепте істеп жүрсіз бе? Енді мектеп екінші үйіміз емес пе? Қайдам, бұл жерде бір нәрсе бар сияқты. Так, Еркін. Қарап тұрсам, жұмысыңды жақсы атқарып жатқан сияқтысың. Зато ендігіде бұзықтық жасар алдында ойланатын бол. Жақсы сәттілік. Бәсе, әйтеуір бір нәрсенің бар екен білгенмін. Жания, сен бұл оқиғаны үйдегілерге айтпа, жарай ма? Ойланып көрем. Сол кезде мен саған қалған нәрсеңді алып берем. Жарайды, уайымдамаңыз, олай болса мен кеттім. Жания, тұра тұршы. Сенің үйірмен қалай болып жатыр өзі? Жақсы, жақында өтетін облыстық сайысқа сен қатысасың деді апай. О, тамаша. Менің қарындасым ақылды ғой.
Бұйыртса сен осы жарыстан орын алсаң, мен саған сыйлық дайындап қойдым. Маған сіз қорған болып жүрсеңіз, сол да болады. Мә, кәдімгідей цитаталарға жатып алыпсың ғой. Қой, мен кеттім. Жұмысшы жігіттің жұмыс күні қалай өтіп жатыр екен? Бірақ өзіне жарасады екен. Мектептің ең крутой жігітін жұмысшы болып көрген бір түрлі екен. Мен сені бұлай жүреді деп үш жұқтасам да түсіме кірмепті. Қыздар, олай мазақ қылуды қойыңдар. Еркін біздің спектакльдің жақсы өтуіне барынша көмектесіп жүр ғой. Осы сендердің мені аңдудан басқа жұмыстарың жоқ па? Енді сен сияқты нақты жұмысымыз жоқ. Біздің жұмысымыз сахнада. Ал сенің осылай жұмыс істеп жүргенің бізге ұнайды. Онда өз сахналарыңа барыңдар. Ал мен өз жұмысымды атқарайын. Қыздар, жүріңдер. Бізді жаңа апай шақырт, ұмытып кеттіңдер ма? Әсел, ойды, бұл жігітті қолдап қалыпсың ғой. Қыздар, қойындаршы, жүндер кеттік. Бізді апай шақырды. Сосын қыздар, менде жақсы жаңалық бар. Оны кейін айтам. Күлдана, сен осы адамды қатты қызықтырып қойып, сол жақсы жаңалығыңды айтуды ұмытып кетпеш. Хорошо, Анжу. Кешігіз апай, кірсек болады ма? Кіріңдер қыздар. Бұдан бұлай кешігуші болмаңдар. Жарайды апай. Ең бірінші өнерде тәртіп керек, тәртіп. Ал құрметті оқушылар, біздің дайындығымыз енді қыза бастаған сияқты. Мен көп ойлана келе, Джульетта рөліне екі аруды көріп тұрмын. Ол кімдер деп ойлайсыңдар ғой? Білгілерің келе ме? Біріншісі Әсел. Ал екіншісі кім деп ойлайсыңдар? Айжеміс. Қалай сонда Айжеміс? Неге басқа қыздарды айтпайды? Соны айтам, қанша уақыт үйірмеге келмей жүріп, басты рөлді қалай алып кетеді? Бұл әділетсіздік. Мен хайвай шығарамын. Хайвай нес қыздар, сабыр түбі саралтын. Құрметті оқушылар, неге Айжеміс деген көкейлеріңде ой туындап тұрған шығар, е? Мен сендерге түсіндіріп кетейін. Айжеміс біздің үйірмеде бұрыннан келе жатыр. Оның үстіне бұдан бұрында басты рөлдерді сомдаған. Мені, мен Айжеміске үлкен сенім артып отырмын. Апай дұрыс айтады. Шынымен де Айжемістің еңбегі зор. Тем более кез келген рөлдерді алып шыға алады. Иә, дұрыс айтасың, Набат. Кім ойнаса да басты қойылым жақсы шықса екен. Сонда Ромео кім екен? Оны білмедім. Кім болса да, лайықты адам болса екен. Ал Ромеоның рөлінде кім деген сұраққа жауап беріп кетсем, біздің мектептің ең үздік оқушысы... Апай, сонда бізше, бізде жақсы рөлде ойнағымыз келеді. Осындай бізге неге басты рөлдер неге бұйырмайды екен? Я, апай, біздің де жарқырап шыққымыз келеді. Джульеттаның рөлін мен де сондай аламын. Тем более, мен мектепте бірнеше спектакльде басты рөлде ойнағанмын. Інжу, кешіріңіздер, Інжу, тоқташы. Блин, мыналардың кесірінен Ромеоның атын білмей қалдық, адамның үмітің үзіп. Сен өзің үздік оқушы санайсың ба? Үздік оқушы деді ғой. Үздік оқушы екенме күмәнің бар ма не? Үздік оқушы болу үшін барынып салып жүрмін. Досым, үздік болу үшін әрқашан тілектеспіз ғой. Құрметті оқушылар, мен сіздерге тағы да ескертіп кетем. Маған мінездеріңді көрсетпеңдер. Мінездеріңді басқа жерде көрсетіңдер. Өнерде ең бірінші тәртіп керек, тәртіп. Түсіндіңдер ма? Вот солай.
Менде ағас ешкімде жоқ шәрі. Және, балмұздақ жейсің бе? Алсаң әрине аға. Онда мына ақшаға 2 балмұздақ алса ше? Жарайды. Сәлеметсіз бе, маған 2 балмұздақ бересіз бе? Аға. Сәлем. Сәлем. Сен осы мені аңдып жүрсің ба? Негізі аңдамаймын, бірақ өмір екеумізді қайта-қайта жоқтырып жатыр ғой. Туф, не деген сөздер? Саған осы біздің театрда ойнау керек сияқты ғой. Онсыз да сол театрда емеспін бе? Бірақ актер емессің ғой. Өмірдің өзі театр, ал біз актерлармыз. Туф, нағыз түсініп тұрған актер екенсің ғой. Сен өзі кіммен жүрсің? Сен осы адамның жеке өміріне қол сұғуды ұнатасың аудың, я? Менің кіммен жүргенде сен не шаруан бар? Мен сенен жай ғана сұрадым ғой. Неге көңіл күйің жоқ? Ал онда сенің тіпті шаруан болмасын. Дегеніңнен қайтпайтын қыз екенсің. Жарайды. Айтпақшы, жаңадан басты рөлің құтты болсын. Ол әлі нақты емес. Бірақ сонда да рахмет, бір дұрыс айтқан сөзім болды ау. Оқас жоқ. Бірақ сен сол рөлге лайықтысың. Енді тек жақсы Ромео табылса, тіптен жақсы. Мен үшін бұл мүлдем маңызды болып тұрған жоқ. Одан да маңызды үлкен шаруам бар. Аға, мына мороженое еріп кететін болды. Ал мынау сізге. Жаня, бұл мороженейді өзің жей баршы. Айтпақшы, әжеміз танысып қой. Мынау менің қарындасым Жаня. Сүйкімді қыз екен қарындасым. Оның үстіне сенен ақылды сияқты. Құрметті менің кішкентай әртістерім, бүгін сендерге өте күрделі жұмыс тапсырғалы тұрмын. Ол қандай жұмыс, апай? Сендер Ромео мен Джульеттаның жас кезін сомдайтын боласыңдар. Апай, соны Ромео мен Джульеттаны танысыз ба? Тек қана оларды емес, сендер сол кездегі Верона ауылының тұрғындарында сомдайтын боласыңдар. Апай, онда Джульеттаны ойнасам бола ма? Неге сен, Амина, ол рөлге өзіңді кішкентайым деп ойламайсың ба? Мен кішкентай емеспін. Амина 18-тен Джульетта болсан, мен Ромео боламын. Санжар, оны апай шешеді. Сендер рөлді кәдімгідей бөліп алғансыңдар ғой. Арасында жан-жақтарына қарап қойсыңдар. Ай, балапандарым. Сендердің барлықтарың басты рөлді сомдауға лайықтысыңдар. Бірақ бастысы сол рөлді күту керек. Апай, сізбен толық келісемін. Балалар, сендер өзара таласай бермесеңдерші. Бастысы абыроймен алып шығу. Өзімізге керек рөл бұйырады. Карима ханыммен толық келісемін. Сол үшін де біз үйірмеде жүрміз ғой. Сымбат, рахмет саған. Сен де ақылды қырым болғанына қуаныштымын. Карима ханым, осы рөлге екеуміз лайықты сияқтымыз. Нұрзан, неге олай дейсің? Карима сұлу өзі білет. Рахмет, Даниэл. Сендер менің не үшін жинап, не айтқалы отырғанды білмей жатып өзара таласып кеттіңдер ғой. Бірақ мен сендерге риза болдым. Сендердің ойларыңды тыңдадым. Сендер ойларыңды нақты жеткізетін біздің болашағымызсыңдар. Ойды нақты айтып, жеткізе білуді үйрене беріңдер. Олай болса не тұрыс? Дайындықты бастаймыз ба? Жарайсыңдар. Жарайды, апай. Санжар, олай болса біз осы сәттен бастап дұрыстап дайындала берейік.
шахмат үйірмесі осы жерде ме? Сәлем, келіңдер. Бүгін апай жоқ, бүгін өзін-өзі басқару күні. Басқару күні дегенді түсінбедім. Сонда қалай, өз-өзіңді басқарасың ба? Сонда апай қайда? Бүгін мен апайдың орындамын. Сонда бүгін сен үйретесің бе? Сонда сен бізге апай боласың ба? Біз сені апай ретінде көре алмаймыз. Біз сенен емес, апайдан үйрену үшін келдік. Бір күн ғана береді, не болды соншама? Жәния кішкентай болса да шахматтан облыстық чемпион. Жәния, жарайсың. Неге сонша ренжіп айтып жатсың? Біз жай ғана айттық қой. Соны айтам, қызбаққа сағынып соншама. Қыздар, қойыңдар, ят болады. Біз бір мектепте оқимыз ғой. Дұрыс айтасың, Іңкәр. Не болып кетті? Одан да апай келгенше отыра тұрайық. Сендер бір-бірің дұрыс түсінбей қалған сияқтысыңдар. Келіңдер, одан да жақынырақ танысайық. Сәлем, әжеміз. Не кітап оқып отырсың? Негізі рұқсатсыз біреудің затын алуға болмайтынын білмейсің ба? Біріншіден, бұл сенің емес мектептің заты. Екіншіден, қанша дайындалсаң да, басты рөл маған бұйыратын сияқты. Айсел, сонда саған рөл ғана маңызды ма? Әрине, көптің арманында рөлге қол жеткізген. Жаман ба? Айсел, рөлден де маңызды дүниелер бар. Достық, сыйластық деген сияқты. Бірақ саған бұл дүниелер жат сияқты. Өзіңді жаман ақылдымын деп ойлайсың, е? Тыныштық сақтаймыз. Айсел, кедергі жасамашы. Мен сабаққа дайындалып отырмын. Айсел, сен әлі кетпегенсің ба? Сәлем, негізі менің есім Еркін, бірақ Әсел дей берсең де болады. Күлкілі емес. Сен мені аңдуыңды әлі қоймағансың ба? Айтпақшы, саған бір нәрсе айтсам болады ма? Не айтайын деп едің? Сол спектакль бойынша болатын болса, мүлдем үндемей-ақ қой. Қайдағы спектакль? Мен сенің ауруың жайлы... Ауру? Сен оны қайдан білесің? Өткенде... Сонда сен біреудің жеке өмірмен қоса жеке заттарын ақтаратын болғансың ба? Жоға, жай, бұл не қағаз, ішінде не жазылған деп қарағаным бар еді. Онда сен шаруан болмасын. Әжеміз, 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 мен бұл ауруды зерттеп жазылатынын білдім. Және де ол үшін не істеу керектігін зерттедім. Еркін, қош бол. Бұл менің жеке өмірім, жеке шаруам. Әжеміз, сен маған сенші. Айтпақшы, саған ашулануға болмайды. Үнемі жақсы көңіл күйде жүруің керек. Көңіл күй дейсің бе? Иә. Келісіп алайық, ертең басты рөлді бір ауыздан мен ұсынасыздар. Жансел, мен сен бір ауыздан қолдаймын ғой. Мен де қолдаймын. Жанселді нағыз талантты қыз. Рахмет, Нұрислам, Даниял, әрдайым мені қолдап жүресіздер. Оқас жоқ, бәрі шын жүректен ғой. Неге Жансел, бізде де талант бар, біз де алып шығамыз. Негізі осы рөлге Амина лайықты сияқты. Әли дұрыс айтасың. Даниял, Әли, неге олай дейсіңдер? Оны апай шешеді ғой. Я, Амина дұрыс айтады, апай өзі шешеді. Қыздар, балдар, бізді апай іздеп қалар.
Апай, іздеше кешікпей барайық. Я, дұрыс айтасың, кеттік. Еркін, рахмет саған. Оның үстіне Ромео мен Джульеттаның нағыз актерлардың ойнауында қалай болатынын көрдік. Енді сен басты рөлде ойнайтын болған соң көріп алсын дегенім ғой. Енді шынымен де басты рөлге дайын сияқтымын. Ромеоның кім екеніне байланысты. Ромеоны сен де ойнай алатын сияқтысың. Шын айтып тұрсың ба? Негізі мен сияқты сотқар, тентек баладан Ромео шықпайды ғой. Сен мүлдем ондай адам бақсынбайсың. Солай ма? Еркін братан келе жатыр. Мә, әдем отырыстың быт шетін шығаратын болды. Келсе келе берсін. Біз жаққа қарай келе жатқан сияқты. Ой, не болды соншама? Соны айтам, еркін десе шаштарың түк тұрады екен. Жігіттер, сендер кәдімгідей қорқып қалған сияқтысыңдар ғой. Братандарыңды қатты сыйлайтындарың көрініп тұр. Еркін братандарың сендерді қатты құрметтейтін сияқты. Қалайсыңдар? Жақсы отырсыңдар ма? Я, ән айтып отырмыз, братан. Барлығы сені асыға күтіп отыр. Давай, қандай ән? Бірге айтайық. Еркін братан, сен ән тыңдайсың ба не? Ән тыңдамайтын адам бар ма не? Әрине тыңдаймын. Оның үстіне Нұрдәулет сияқты таланттар тартып атса, әрине тыңдаймын. Мен сен басқаша елестетіп отырсам, Еркін братан, сен өзгерген сияқтысың, ұзағынан болсыншы. Сонда сендер баяғы Еркінді ойлап отырсыңдар ма? Ол Еркін қазір өзгерген. Достар, біз бір үйдің баласындай тату болуымыз керек. Сол кезде біз алмайтын қамал болмайды. Братан, театрда жұмыс жасағалы қатты өзгеріпсің. Братан, ауырмаш. Нұрдәулет, берші гитараңды. Кәнекей. Братан, сен гитара тарта аласың ба не? Еркін ағаларым жан-жақты болған ғой. Талантты адам барлық жағынан талантты болады ғой. Оның үстіне мен гитара тартып жүргенде сен бұл өмірде болмағансың, інім. Қалай кішкентайым, тек өзімсің күн мен айым. Күн мен айым, арамыз алыс болса да, болмасын тек ешбір уайым, ешбір уайым. Не болды, Бірлік? Ашыныш апай, аяғымды ауыртып алған сияқтымын. Құдай-ай! Спектакльге аз ғана күн қалғанда енді мен Ромеоны қайдан табам? Еркін, жүр. Сен Ромеосың. Джульетта келді. Әжеміз қалайсың? Мен өмірімде бұндай қиындық көрем деп мүлдем ойламадым. Өмірінде кітап бетін ашып көрмеген адам аяқ астынан осылай өзгереді дегенге әлі таң қалудамын. Мен егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезі өзгермейді деген кісінің тілін кесер едім.
Туф, не деген сөздер? Бұны мен емес, Абай айтқан. Абайды оқисың ба? Иә, Зәлип апай оқытып жаттатып жүрген. Әжеміз, қалайсың? Әсел, сәлем. Әжеміз, сен өткенде маған достық, шынайылық туралы айтып едің. Мен сол туралы қатты ойландым. Өмірде басты рөлің сахнада емес, шынайы өмірде дұрыс болу керек екен. Ал мен болсам, сахнадағы рөл үшін біраз адамды ренжіткен сияқтымын. Сол үшін сенен кешірім сұрағым келеді. Оның үстіне екеуің де басты рөлге өте тамаша келесіңдер. Сәттілік тілеймін сендерге. Әсел, рахмет саған. Маған не болған? Абай атамыздың өте дұрыс айтқанын белгісі ғой. Сен де Абай атамыздың қара сөзіне жатып алыпсың ғой. Әрине, ұстазымыз Зәлип апай емес па? Әжеміз, саған бір әңгіме бар еді. Не әңгіме? Мен зерттеп қарадым. Көп жағдайда сенің диагнозың бойынша анализ қайта алу керек. Бір анализбен шешім шығаруға болмайды. Еркін. Сен бүгінгі маңызды күнде осыны айтып отырсың ба? Қалай осыны? Денсаулықта маңызды нәрсе бар ма? Оның үстіне маған талай ақыл айтып, өз-өзіңе қарсы шыққаның ба? Жарайды, Еркін. Бүгін спектакльді жақсылап ойнап шығар, сосын оны көре жатамыз. Уәде бересің ғой, Уәде берем. Жарайды, онда күтемін. Құрметті менің алтын оқушыларым. Сіздердің барлығыңызға рахмет. Әсіресе Еркін саған рахмет. Табан асты болған оқиғадан бізді құтқарып қалдың. Аз ғана уақыт ішінде берілген рөлдеріңді өте жоғары деңгейде алып шықтыңдар. Әсіресе ата-аналар менен патша көңіл көрермендеріміз дән риза. Алло, әжеміз. Еркін, саған рахмет. Сенің айтқан тура келді. Шынымен де менің диагнозым жақсы болып шықты. Сонда қалай? Менің диагнозымды алған дәрігер қатты қателескен екен. Сосын Астанадан келген дәрігер мені қабылдап, бәрі дұрыс екенін айтты. Сонда біздің дәрігерлердің білімі төмен болғаны ма? Ой, тасташы оны. Бастысы мен саумын. Мен қатты қуаныштымын. Апай, сыртқа шығып келсем болады ма? Әрине. Бәрі дұрыс па? Бәрі күшті, апай. Еркін, мұнда келші. Ау, ағай. Еркін, қарап тұрсам, бұрынғыға қарағанда әлде қайда жақсы өзгерген сияқтысың. Иә. Көрдің бе? Адам адамның досы болу арқылы өмірді жақсы өзгерте алады. Иә, дұрыс айтасыз, ағай. Мен де Еркін братан сияқты өзгергім келеді. Иә, аға, біз сізбен толық келісеміз. Шынымен де, иә, ағай. Так, жігіттер, мектеп сендердің ірге тастарыңның дұрыс қалануына барлық жағдай жасайды. Сондықтан осы мектеп кезден бастап дұрыс жүрулерің керек. Ең бірінші осы ата-аналарыңа, содан кейін мынау мектептегі ұстаздарға құрмет көрсетсеңдер, демек сендерден жақсы жігіт шығады. Содан кейін жаман әдеттерден аулақ болыңдар. Ол денсаулыққа өте зиян. Содан кейін Нұрислам, Санжар, Абдулла, Аслан мектепте телефонды көп ұстап жүрсіңдер сендер. Ол денсаулыққа өте зиян. Болашақ көздеріңе зиян. Маған керек емес, өздеріңе зиян. Сондықтан денсаулыққа қараңдар. Түсінікті ғой жігіттері? Ағай, өте тамаша айтып жатырсыз, бірақ бір сабақ бітетін уақыт болды. Жүре берейін. Жарайды, жүре бер. Жүре бер, Еркін. Балалармен жұмыс жасаудың өзі қандай қиын, шаршап кеттім. Ағай, жаңағы әңгімеңіз не болып кетті? Еркін, бері кел бер. Құрметті балалар, бұл оқиға әлі де өзінің жалғасын табады. Оның жалғасында сен де түсуі мүмкін. Және Аслан бала кеңес студиясына келуің керек.
бізді киностудия апайларынан өзіңді актер ретінде шыңдауың керек, және лайк пе қоңырау басып қойсаң. Сосын инста парақшамызда бар. Жарайды, онда мен балалар сыныпқа кеттім. Қоштасуға несібе, сен бөлек, мен бөлек, ашылып айта алмадым, қиналды бұл жүрек. Сен бөлек, мен бөлек, себебін кім білек, ашылып айта алмадым, қиналды бұл жүрек, 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 қиналды бұл жүрек. Айда барамыз, суып кетті арамыз, алыс қаламыз, екі бөтен адамбыз. Алматы түні ұмытпайды сезімді, жүрек сағына сенің мөлдір көзіңді, біздің нәзік сезімді, біздің ыстық сезімді, біздің ыстық сезімді. Қоштасуға